Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3-ші сынып қазақ тілі сабағы 25-ші сабақ. Менің сабағым көрден алдын каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыз Ф дыбысы дейді. Ф әрпі. 24-ші жаттығу жұмбақты оқып шешуін тап дейді. Қос қоржыннан артынып, қос құлақтай қалқиып тұратын бұл қай әріп дейді. Бұл әрине Ф әрпі балалар. Бұл Ф әрпі болады екен. Жұмбақтың шешуіндегі әріп қай дыбыстың таңбасы дейді. Ол дыбыс туралы не білесің? Бұл Ф дыбысы, яғни Ф әрпі болып саналады балалар. Келесі 25-ші жаттығуда өлеңді жатқа жаз. Фойеде ел жиналған, фестивальді тойлады. Фатима қыз финалда флейтада ойнады дейді. Өлеңдегі Ф дыбысы бар сөздердің мағынасын дерек көздерден қарап түсіндір. Флейта қандай аспап, тағы қандай музыкалық аспаптарды білесің дейді. Ф дыбысы бар сөздерді айтып, бұл дыбыстың айтылу ерекшелігін байқа дейді. Бұл жерде Ф дыбысы бар сөздердің мағынасын дерек көздерден көреміз. Яғни мынау сөздер. Фойе деп дем алатын театр. Фестиваль музыкалық аспаптар жарысы. Финал бәсекенің соңғы басты жүлде қатысады. Жүлделер қатысады. Ең соңғысы флейта, бұл үрлемелі музыкалық аспап екен, балалар. Флейта қандай аспап дейді? Бұл үрлемелі аспап. Флейта арқылы үрлеп ән шығарады, өлең шығарады. Тағы қандай музыкалық аспаптар білесің дейді. Ф әрпінен келетін тағы да басқа да сіздер ойлап тапсаңыздар, Ф әрпінен келетін музыкалық аспаптарды жазып қойсаңыздар болады. Ф қатаң дауыссыз дыбыс. Ол сөздің барлық буынында келе береді. Фабрика, телефон, телеграф. Сөздің басында да, ортасында да, соңында да келе береді екен Ф әрпі. Осыны есте сақтап алыңыздар. Келесі доп ойнаймын деп Өскенбайға апасы балам күн кешкірді, бұзауға бар деді. Өскенбай бұзау іздеуге шықты. Ауыл сыртында футбол ойнап жатқан балалардың қасынан өтіп бара жатқан. Әй, Өскенбай, мұнда кел. Бізге бір адам жетпей жеңіліп жатырмыз, деп айқайлады. Балалардың біреуі. Аздап ойнайын деп ойлады да, жүгіріп барып ойынға қосыла кетті. Ойынның қызығына беріліп кеткендіктен, бұзау Өскенбайдың есінен шығып кетті. Мәтін не туралы дейді? Мәтін бұл бұзауға шыққан Өскенбай туралы, балалар. Доп ойнаймын деп жоқ болып кетті. Мәтін неліктен доп ойнаймын деп аталған? Сен қандай ат қояр едің? Мәтінді өзің жалғастырып қалай аяқталғанын болжа дейді. Төмендегі қай жауап сенің болжауыңа сәйкес келеді? Ойыңмен бөліс. Қараңғы түсіп кетсе де қорқпады. Бұзауды іздемеді, себебі қараңғыда қорқты. Анасы оған ренжіді. Бұзау өзі келді, анасы оған ренжіген жоқ. Өскенбай анасынан кешірім сұрады дейді. Бұны біз былай жазсақ болады. Өскенбай мәтін доп ойнаймын деп аталса да болады. Немесе бұзауды Өскенбайдың ойы десек те болады. Өскенбай анасынан кешірім сұрады. Допқа беріліп бұзау есінен шығып кеткенін анасына айтты. Деп осылай жазып қойсаңыздар болады. Анасы оған ренжіді деп толықтырып мәтінді осылай жазсаңыздар болады, балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Каналыма тіркеліп қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.